Кеш жарық құрметті достар, бүгінгі біздің елімізде ең қызып тұрған негізгі мәселенің бірі бұл әрине жер мәселесі. Жер мәселесі әлі күнге дейін толық жабылған жоқ. Жер мәселесі әлі күнге дейін толық шешілген жоқ. Сондықтан осы жердің мәселесін бір жақты етіп, мынау жер шетелдіктерге сатылмау керек, жалға берілмеу керек деген мәселені біз бүгінгі күннен бастап шешуіміз керек деп санаймын. Жалпы осы қазір тікелей эфирді көріп отырған азаматтардан сұрайтыным, Қазақстанда жер туралы кодекс қабылданып, оның ішінде жер шетелдіктерге сатылмау керек, жалға берілмеу керек деген мәселені қолдасаңыздар, өздеріңіздің комментарийларыңызды қалдыруыңызды сұраймын. Біздің осы мына жерді қорғаушылардың көп екенін, және мына билікке сондай біз нақты талап қойып отырғанымызды барлығы көрсін, билікте көрсін, және айналамыздағы кейбір мысық тілеулі болып отырған жұртшылық та көрсін. Олар да мынау қазақ жерін бермейді екен, жалға да бермейді, сатуға да бермейді, оған үзілді кесілді қарсы екенін барлығы түсіну керек деп есептеймін. Сондықтан осындай комментарийларыңызды қалдырып, мына пікірталасқа атсалысуға мен сіздерді шақырамын. Жалпы мына жердің мәселесі 2016 жылы үлкен деңгейде көтерілгені баршамызға белгілі. Осы 2016 жылы 5 жылға мораторий жарияланды. Яғни мораторий деген сөз ол мәселе түбегейлі шешілді деген сөз емес. Мораторий деген сөз ол толыққанды осы проблема жабылып, енді оған қайта айналып келмейміз деген сөз емес. Мораторий деген мәселені уақытша шешу, яғни проблеманы кейінге ысырып қою деген сөз. 2016 жылдан бері жарияланған мораторийдің бітуіне көп уақыт қалған жоқ. Сондықтан біз бүгінгі күннен бастап қазір әрекет жасауымыз керек. Қазірден бастап әрекетке көшуіміз керек. Қазірден бастап жер шетелдіктерге сатылмайды, жалға берілмейді деген мәселені тайға таңба басқандай етіп жазуды, сондай мәселені қабылдауды біз талап етеміз. 2016 жылы билік қандай өзгерістерді жер туралы кодекске енгізгісі келді. Енді мен сіздерге сол өзгерістерді оқып берейін. Ол мәселе әлі жабылған жоқ. Иностранцы, лица без гражданства, иностранные юридические лица, а также юридические лица, в уставном капитале которых доля иностранцев, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц составляет более чем 50%, могут обладать земельными участками сельскохозяйственного назначения только на праве временного землепользования на условиях аренды сроком до 25 лет. Яғни, жерді шетелдіктерге 25 жылға жалға беру мәселесін көтерді. Жерді 25 жылға жалға беру деген сөз, ол басыбайлы берді деген сөз. Өйткені 25 жылда кім бар, кім жоқ. 25 жылда әлемдегі жағдай қандай болады? 25 жылда геосаяси жағдай қандай болады? 25 жылда біздің еліміздегі әлеуметтік экономикалық саяси жағдай қандай болады? Оған ешкім жауап бере алмайды. Сондықтан 25 жыл деген бүгінгі заманда ол өте үлкен деген уақыт деген сөз. Және қазір біз бір жылдан кейін мысалға Қазақстанда қандай шешім болатын, бір жылдан кейін біздің өміріміз қалай өзгеретінін білмейміз, мемлекеттің жағдайын білмейміз. Сондықтан 25 жылға жерді жалға беру ол түбегейлі тәуелсіздікті беру деген сөз. Яғни мемлекетімізді сату деген сөз, отанға опасыздық жасау деген сөз. Өйткені бұл өте қатерлі шешім болатын еді. Сондықтан мына 2016 жылы міне дәл осы пунктіне Макс Боқаев пен Талғат Аянның осы Атырауда митингке бастап шыққаннан кейін, жерде Қазақстанның халқы митингілерге шығып өзінің наразылығын білдіргеннен кейін 5 жылға Назарбаев мораторий жариялауға мәжбүр болды. Бірақ уақыт жақындап қалды. Енді осы 5 жылдан кейін жаңағы осы мына жер туралы кодексте көрсетілген осы бапқа мораторий аяқталады. Яғни бұл қайтадан күшіне енуі мүмкін деген сөз. Қайтадан оны талқылау керек болады, қайтадан оны шығару керек болады деген сөз. Жалпы билік осы 5 жылдың ішінде мораторийді күткен жоқ. Яғни әртүрлі құйтырқы жолдармен мына жерді шетелдіктерге беру мәселесін жан-жақты көтерді. Оны енді 2017 жылы сондай мәселелер болды, міне 2020 жылы сондай мәселелер көтеріліп отыр. Және бұл мәселе жабылмайды. Бұл мәселе тағы да көтеріле береді. Өйткені биліктің қолында әртүрлі механизмдер өте көп. Биліктің қолында түрлі тетіктер өте көп. Олар мысалға мына мораторийді сақтай отырып, басқа жолдармен, мысалға конституцияға өзгерістер енгізу бар, әртүрлі жаңағындай қаулыларды қабылдау арқылы бар, үкіметтің қаулылары арқылы. Осындай жолдармен мына шетелдіктерге жерді беру мәселесін көтеру мүмкін. Біз енді мысалға 24 сағат осы жердің тағдырын қарап отырмыз. Қазақтың жері қалай болады? Мына шетелдіктерге бермеу мәселесін күндіз-түні қадағалап отырамыз. Бірақ дегенмен ондай жаңағындай мына біз байқамай қалғанда Еуразиялық одаққа мүше мемлекеттердің компанияларына жерді жалға беру мәселесін онда сол қаулы қабылданып кетер еді.
сол бой қабылданып, жерді шетелдіктерге беру мәселесі оп-оңай шешіліп кетер еді билікке. Яғни биліктің өзі бұл мораторийға қарап отырған жоқ, және оны сақтап отырған жоқ. Сол себепті бізге нақты шешім керек. Нақты, анық, тайға таңба басқандай етіп, заңға жазылу керек. Керек болса конституцияға жазылу керек. Қазақстанның жері шетелдіктерге жалға берілмейді, шетелдіктерге сатылмайды. Міне, осы мәселе анық шешілу керек. Бұл тек қана осы Қазақстанның Республикасының мемлекетіне және азаматтарына ғана тиесілі деп нақты мәселені көтеретін уақыт келді. Жалпы енді мына кейбір жаңағы билікке жақын сарапшылар бар. Содан кейін осы жердің саудасын қыздырғысы келіп отырған әртүрлі мынау алыпсатарлар бар. Одан кейін мынау биліктің сойылын соғатын экономист сымақтар бар мысалға. Биліктің айналасында жүрген. Олар айтады, жоқ, жерді сату деген сөз, жерді жалға беру деген сөз, ол экономикалық жағынан тиімді дейді. Ол мынау батыс мемлекеттерінде нарықтық экономикада толығымен қалыптасқан, сол елдерде кеңінен тараған тәжірибе дейді. Мен осы басқа мемлекеттердегі, шет мемлекеттердегі, соның ішінде дамыған еуропалық елдердегі тәжірибелерді қарап шықтым. Мысалға, Еуропалық одақтың мүшесі Польшаны алып қараңыз. Польша өте үлкен мемлекет және ауыл шаруашылығы дамыған, бақша өнімдері дамыған. Мына бүкіл Еуропаны, көптеген мемлекеттерді өздерінің өнімдерімен қамтамасыз етіп отырған үлкен мемлекет. Еуропа одағының мүшесі, халқының саны 39 миллионға жуық. Міне сол Польшаның өзі мына Еуропалық одақтың мүшесі болғаннан кейін белгілі бір заңдарға бағынуға мәжбүр осы Еуропа одағына мүше мемлекеттер. Жалпы мынау олардың бір заңдарын, әртүрлі стандарттарын оқып шығатын болсаңыз, олар өте бір сондай бюрократияға бейім екені көрініп тұрады. Оны Еуропалық баспасөзде жазып жатады, жалпы қоғам қайраткерлері, министрлері барлығы осы туралы айтып жатады. Мысалға, Еуропалық одақта барлығы стандарт бойынша, барлығы бір заңға, өздерінің стандарттарына, бюрократиялық талаптарына бағынған. Сондықтан өздеріне мүше мемлекеттерден сондай қатаң талаптарды қояды. Міне сол Еуропа одағының қысымымен 2016 жылы поляктарды жерді шетелдіктерге, яғни Еуропа одағына мүше мемлекеттерінің азаматтарына сатуға рұқсатты бергізді. Бірақ ол формалды рұқсат. Өте формалды рұқсат. Өйткені біріншіден Польша сол 2016 жылға дейін өзінің жеріндегі жерді, өзінің мемлекетіндегі жерді өздерінің азаматтарына олар толығымен жаңа сатып, үлестіріп берді. Яғни өздерінің азаматтары оған ие болып отыр. Және қазір қарайтын болсаңыз, Польшаның ауыл шаруашылығы жыл сайын 30 миллиард евроға әртүрлі өнімдер шығарады екен. Өте осы ауыл шаруашылық жағынан дамыған мемлекет. Содан кейін енді 2016 жылы мына Еуропа одағының қысымынан кейін ол шетелдіктерге, яғни Еуропа одағына мүше мемлекеттердің азаматтарына сатуға мәжбүр болғаннан кейін, олар көптеген мынау шетелдіктер жерді ала алмайтындай жағдайлар жасап қойды. Біріншіден, 5 жыл бойы Польшаның аумағында өмір сүру керек. 5 жыл бойы. Екіншіден, сіз мысалға белгілі бір ауыл шаруашылығының жерін сатып алу үшін сол ауыл шаруашылығы саласында өзіңіздің тәжірибеңіз бар екенін, кемінде 10 жыл сол жерде қызмет еткеніңізді, осы салада қызмет еткеніңізді, техникаңыз бар екенін, қаражатыңыз бар екенін, материалдық базаңыздың бар екенін, тәжірибеңіз бар екенін дәлелдеуіңіз керек. Одан кейін мысалға сол жерді көрші фермерлер мысалға сатып алғысы келсе Польшада, онда мына басымдық шетелдікке емес, сол көрші фермерлерге, яғни Польшаның азаматтарына беріледі. Ал енді тіпті барлық жаңағы сыннан өтіп, сіз өзіңіздің осы жерді алуға толық мүмкіндігіңіз бар екен, тәжірибеңіз бар екен, басқа поляктар ол жерді алғысы келмей отырған дәлелдеген күннің өзінде арнайы рұқсат алу керек. Ішкі істер министрлігінен, ауыл шаруашылығы министрлігінен. Оны алғаннан кейін жаңағы сіз көп мына миллиондаған гектар жерді ол жерде ешкім бермейді. Тек қана сол 300-500 гектар аралығында ғана жерді береді. Одан кейін оны арнайы министрдің рұқсатымен ғана сатылады. Барлығы жаңағы қатаң ескеріліп қарастырылады. Одан кейін барып ол жерді сіз ешкімге сата алмайсыз, ешкімге жалға бере алмайсыз. Тек қана өзіңіз ауыл шаруашылығымен айналысуыңыз керек. Осындай қатаң талаптарды қойып тастаған. Бұлай қарап отырсаңыз, мысалға Польшаның қауіптенетінде ешқандай жағдай жоқ сияқты. Еуропа одағының мүшесі, оның жеріне мысалға Германия көз алартып отырған жоқ, Франция көз алартып отырған жоқ, Чехия оған қарап отырған жоқ. Неге сатпасқа деп ойлауға болатын еді поляктар. Бірақ оған барып отырған жоқ. Яғни жер деген ол мемлекеттің өзегі. Жер болмаса мемлекет болмайды. Жер болмаса ел болмайды, жер болмаса отан болмайды. Оны поляктар да жақсы түсініп отыр. Сондықтан енді амал жоқтықтан осындай бір заңдарды қабылдағанымен шетелдіктерге сатуға ешқандай мүмкіндік қалдырмаған деуге болады. Ал енді тағы бір мемлекетті алып қарайық, ол
мына өзінің либералды көзқарастарымен, демократиялық институттарымен танылған мемлекет, барлығы демократиялық мынау нұсқада жаңағы басқарылатын ел институттары бар. Канадан алайық. Осы әлемдегі жер шарындағы екінші ірі мемлекет территориясы жағынан, Ресейден кейінгі. Осы Канадада шетелдіктерге жерді сатып алу тіпті мүмкін емес. Олар енді мына ұлттық деңгейде бір арнайы бір тыйым салуды белгілемегенімен, әртүрлі провинцияларында түрлі заңдар бар, және басым көпшілігінде жер шетелдіктерге сатылмайды, жалға берілмейді. Ала алмайсыз Канададан шетелдік болып, ауыл шаруашылығын жүргізу үшін жерді ала алмайсыз. Мүмкін емес. Ал енді тіпті Канаданың өзінде тіпті шетелдік тұрмақ, басқа мемлекеттің азаматы болмақ түгілі, басқа бір провинцияның азаматы екінші провинциядан барып жерді ала алмайды. Рұқсат жоқ. Әртүрлі шектеулер бар, тіпті мүмкін емес. Енді Канаданы алып қарасаңыз да, көршісі Америка Құрама Штаттары ешқандай бір басқыншылық жасайын деп отқан жоқ. Канадаға бір экспансионизмнің қаупі төніп тұрған жоқ. Бірақ жері өте көп, бірақ өзінің жерін шетелдіктерге бермейді. Шетелдіктерге сатпайды олар. Жалға да бермейді, сатпайды. Ауыл шаруашылық жерлері. Францияны алып қараңыз. Онда да өте үлкен арнайы агенттік құрылған екен. Осы арнайы агенттік құрылып, мына шетелдіктерге жер жалға берілсе, сатылса, оның барлығын қадағалап отыратын арнайы агенттік бар. Барлығы әрбір жаңағы мәселе жіті қадағалауда болады. Оған арнайы рұқсат алу керек. Тіпті ол жақта да мүмкін емес деп айтуға болады. Сондықтан міне біз қазір көріп отырмыз, барлық мына дамыған мемлекеттердің өзі, еуропалық мемлекеттердің өзі, демократиялық мемлекеттердің өзі жерінің бір бөлігінде шетелдіктерге бергісі жоқ. Австралияны алыңыз. 2016 жылы үлкен жаңағы Қытаймен арадағы бір кикілжің болды. Қытай 2 мәрте осы Австралияның бір үлкен компаниясын сатып алғысы келді. Ол компанияның иелігінде Ирландияның территориясымен пара-пар жер бар екен, ауыл шаруашылығына арналған. Соны Қытайдың компаниясы сатып алғысы келді. 2 ретте де Австралия Қытайға оны сатудан бас тартты. Неге? Түсіндірген бір ғана мәселесі ұлттық қауіпсіздік мәселесі дейді. Біз өзіміздің ұлттық қауіпсіздігімізді тәрк ете алмаймыз. Өзіміздің ұлттық қауіпсіздігімізді қауіп қатер төндіре алмаймыз оған. Сондықтан біз өзіміздің жерімізді Қытайға сатпаймыз деген мәселені айтты. Ашықтан ашық айтты. Қытай енді айтты, бұл жаңа протекционизм деді, біз бұған наразымыз деді, қарсымыз деді. Бірақ барлық экономикалық байланыстарға қарамастан Австралия өзінің жерін, өзінің иелігіндегі компанияны Қытайларға сатудан бас тартты. Бұл бірінші кезекте өздерінің ұлттық тәуелсіздігінің, мемлекеттігінің, амандығын ойлаған елдің істеген жұмысы. Ал енді мысалға былай алып қарайтын болсаңыз, біздің осы 2016 жылы қабылданбақ болған осы өзгерістер тура мына Ресейден көшіріліп алған өзгеріс екен көрініп тұр. Бірінші кезекте біз мына жерімізді қарап отырсаңыз, Польшаны алыңыз. Польша мысалға айналасында алпауыт мемлекеттер жоқ. Қытай сияқты осы бір экспансионистік бағыттағы бір қауіп төндіру мүмкін деген сияқты миллиардтаған халқы бар мемлекет жоқ. Канадада да солай, Австралияда енді жағдай басқашалау. Бірақ дегенмен олардың өздерінің жерін шетелдіктерге сатудан толығымен бас тартып отыр. Сондықтан бізде мына Қазақстанда бірінші кезекте біз экономика басқа мәселелерден бұрын мына ұлттық тәуелсіздігімізді, мемлекеттілігімізді ойлауымыз керек. Экономикалық жағдайды көтерудің басқа да жолдары бар. Жерді сатпай-ақ экономиканы көтеруге болады. Жерді саудаға салмай-ақ экономиканы жоғары шыңға көтеруге болады. Ешқандай қиындық жоқ. Барлық бізде пайдалы қазбалар бар. Барлық табиғи ресурстар бар. Жердің қойнауындағы қаншама байлықтың барлығын біз қазір экспорттап отырмыз, сатып отырмыз. Ал енді жердің өзін сату деген сөз, ол отан сату деген сөз. Өйткені біздің көз алдымызда қазір қаншама ұлттар бар. Осы тәуелсіздік құрғысы келетін, мемлекет құрғысы келетін. Бізден әлдеқайда үлкен ұлттар бар. Күрдтерді алыңыз. Олар да мемлекет құрғысы келеді. Олар да өз алдына отау тігіп, бір жаңа шаңырақ көтеріп, мемлекеттерінің бір туын аспанға көтергісі келеді, желбіреткісі келеді. Ал бірақ жерлері жоқ. Ал біз енді өзіміздің қолымыздағы жерді қазір айырылып қалатын болсақ, онда ертең біз өзіміздің тәуелсіздігімізден де, мемлекеттілігімізден де айырылып қаламыз. Мысалға, Израильді ешкім нарықтық экономикаға көшпеген, ашық экономикалық мемлекет деп айта алмайды. Бірақ Израильде жерді сатуға мүлдем тыйым салынған.
Олар тек қана жерді жалға береді. Тіпті өздерінің азаматтарына да жерді жалға береді. Өйткені кез келген уақытта олар өздерінің саяси объектілер салу үшін, әскери объектілер салу үшін, не болмаса әскери мақсатта осы жерлерді пайдалануымыз мүмкін дейді. Екіншіден, басқа бір шетелдік азаматтардың осы Израильдің жерлерін сатып алып, ертең меншіктеп кетпес үшін осындай арнайы бағдарлама қабылдаған. Өйткені олардың ұлттық тәуелсіздігі, мемлекетінің тәуелсіздігі, ұлттық мүддесі бірінші кезекте тұр. Сол сияқты Қазақстанда да солай болу керек. Біз мынау шетелдіктерге жерді сату, жалға беру мәселесін толығымен жабатын уақыт келді. Мына биліктің жасап отырған қазіргі әрекеті әртүрлі құйтырқылықтармен, мынау шетелдіктерге біз жерді былай жалға береміз, әртүрлі бір жаңағы қулықтарды ойлап тауып, құйтырқылықтарды ойлап тауып, әртүрлі айла амалдарды ойлап тауып отырғаны бұл ұлтқа жасалған сатқындық болады. Сондықтан бірінші кезекте біз арнайы жер заңын қабылдап, жер кодексін қабылдап, ол жерге тайға таңба басқандай жер шетелдіктерге сатылмайды, жалға берілмейді деген мәселені көтеретін уақыт жетті. Осы үшін біз барлығымыз күресуіміз керек. Осы үшін біз қазір алдыңғы шепке шығатын уақытымыз келді деп санаймын. Өйткені қазір мысалға бірінші кезекте мынау қарап отырсаңыз, мына Қытайдың қарқыны өте қиын болып тұр. Өйткені мына Африкада экономикалық белсенділігі өте жоғары, және Африканың өзінде қазір әскери базалар ашып жатқан өздеріңіз білесіздер. Тіпті Тәжікстанның шекарасында, Тәжікстан мен Ауғанстанның арасындағы шекарада өздерінің әскери базаларын ашып жатыр. Ертең мысалға бізді жерді сатып алғаннан кейін мынау Қытайдың әскерилері, не болмаса әскериленген топтары мен бір жаңағы әртүрлі компаниялар келіп, біз өзіміздің инвестициямызды қорғайық, біз өзіміздің салған ақшамызды қорғауымыз тиіс, оған қауіпсіздігін қамтамасыз етуіміз керек деген мәселені көтермесіне ешқандай кепілдік жоқ. Сондықтан бүгін біз жерді беретін болсақ, онда басыбайлы тәуелсіздігімізді бердік деген сөз. Сондықтан меніңше біз қазірден бастап осы әрекетке нақты көшіп, нақты істерге басуымыз керек. Одан басқа оның шешудің жолы жоқ. Мынау бірінші кезекте қазір қарап отырсаңыз, мына билікке де айтатыным. Ұлыбританияның сыртқы саясатын алып қараңыз. Ұлыбританияның дипломатиясын алып қараңыз. Ұлыбритания нақты айтады. Олардың жаңағы енді ғасырлар бойы келе жатқан дипломатиясы бар, мәдениеті бар, саяси мәдениеті бар, саяси институттары бар. Олар нақты айтады. Біздің Ұлыбританияның ешқандай бір тұрақты жаулары, не болмаса мәңгілік достары жоқ дейді. Тек қана ұлттың мүддесі бар дейді. Сол сияқты бізде де тек қана ұлттың мүддесі болу керек. Бізде де тек қана мемлекеттің мүддесі болу керек. Біз жаңағы бір мемлекет бізге тұрақты жау, не болмаса мәңгілік дос деген сөзден, мағынадан қашуымыз керек. Бізде тек қана өзіміздің мемлекетіміздің мүддесі, ұлтымыздың тәуелсіздігі, мынау қазақтың мемлекеті деген түсінік болу керек. Одан басқа түсініктердің барлығынан арылуымыз керек деп санаймын. Сондықтан мынау қазіргі таңда біздің жердің мәселесі деген ол тек қана экономиканың мәселесі емес, тек қана ақшаның мәселесі емес, тек қана нарықтың мәселесі емес. Жердің мәселесі қазақтың мемлекетінің мәселесі, қазақтың отанының мәселесі, тәуелсіздігінің мәселесі. Сондықтан біз нақты осы мәселелерді көтеріп алға шығатын уақытымыз келді деп санаймын. Жалпы осы карантин уақыты аяқталғаннан кейін меніңше біз нақты күреске шығуымыз керек. Ол бірінші кезекте мына билікке талапты қойып, жер шетелдіктерге сатылмай жалға берілмейді деген мәселемен керек болса алаңдарға баратын уақыт жетті деп есептеймін. Осы талапты қоймай, осы талапты көтермей біздің мәселеміз шешілетініне менің көзім жетіп тұрған жоқ. Сондықтан алда үлкен күрес тұр. Және біздің күресетін бір ғана жолымыз бар. Ол барлығымыз басымыз қосылып, бірігіп, әртүрлі саяси көзқарастағы адамдар болуы мүмкін. Әртүрлі жаңағы бой әртүрлі болуы мүмкін, ой әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ жер ортақ, отан ортақ. Сол отанды, жерді қорғау үшін барлығымыз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын уақыт келді. Барлығымыз бірігетін уақыт келді. Барлығымыз осы жер үшін күресетін уақыт келді. Нақты бір жақты етіп осы қазақтың жерін қорғауымыз керек деп санаймын. Сондықтан біз осы мына карантин аяқталғаннан кейін міндетті түрде өзіміздің акцияларымыз туралы жариялаймыз. Жер мәселесін алдыңғы шепке шығарамыз. Жер мәселесі бар. Одан кейін мына жерді 2016 жылы қорғап, әлі күнге шейін бас бостандығынан айырылып тар қапаста отырған Макс Боқаевтың тағдыры бар. Сол Макс Боқаевты азаттыққа шығару мәселесін біз көтеруіміз керек. Әлеуметтік экономикалық жағдайдың да мәз емес екенін біз көріп отырмыз. Сол әлеуметтік экономикалық жағдайды көтеру мәселесінде
қарастыруымыз керек. Сондықтан біздің ойланатын, біздің әрекет ететін уақытымыз қазір жақындап қалды. Өте тез әрекет етуіміз керек, өте жедел қазір қимылдауымыз керек. Онсыз мына жердің тағдырын, жердің мәселесін біз шеше алмаймыз. Ұлттың тағдырын, ұлттың мәселесін шеше алмаймыз. Өйткені мынау қазір көріп отырмыз. Күні кеше ақпарат шығып отыр. Қырғызстанның президенті Сооронбай Жээнбеков Си Цзиньпинмен сөйлесіп, Қытайдың басшысы, біздің мемлекеттік қарызымызды кейінге шегере тұрыңыз, осы несиемізді жеңілдету жағын ойластырыңыз деп сұрап отыр екен. Бұл енді былай алып қарасаңыз, сырттан алып қарағанның өзінде Қырғыз мемлекетінің жағдайы өте күрделі екені көрініп отыр. Яғни қарызға әбден батқан Қытайдың алдында кіріптар елдің басшысы осындай жаңағы өтініш жасайды. Ол кіріптарлықтың бір белгісі. Өйткені қарыз болғаннан кейін оны өтеу керек. Өтемесе ертең жан алқымнан алуы мүмкін Қытай. Егер ақшасын бере алмасаң, жақсы, онда ақша бере алмасаң, маған мынандай менің шарттарым бар, осы шарттарымды орында деп шығады. Қытай үшін 1,8 миллиард доллар деген ол ақша емес. Бірақ кешіре салуы мүмкін. Бірақ арт жағында нақты талаптарды қояды. Қазақстанның жағдайы да солай. Біздің мемлекетте осы Қытайға қарыз алуға құмар болып тұрады. Осы күнге дейін осы Қытайдан алынған миллиардтаған доллар қайда жұмсалды, қандай жобаларға жұмсалды, қаншасы жұмсалды, қаншасы әлі сақталған, қандай шарттармен алынды, оны қалай өтейді, неше жылда өтейді деген мәселенің бір де жоқ. Біз осы нақты талапты қоюымыз керек. Мына Қытайдан алған қарыздардың барлық ақпараты шығу керек, барлық деректері шығу керек. Оны жасырын ұстаудың керегі жоқ. Өйткені ол қарыз қазақ мемлекетінің атынан алынып отыр. Ол қарызға ертең Нұрсұлтан Назарбаев жалғыз төлемейді, оны төлемей кетуі мүмкін. Оны төлейтін қазақтың мемлекеті, оны төлейтін Қазақстанның азаматтары болып шығады. Сондықтан бұл барлығымызға тиісті нәрсе. Осы мәселелердің барлығы жариялану керек, және Қытайдан жалпы қандай да инвестиция, қарыз алу мәселесін барлығын тоқтату керек. Қытайдан қарыз алуға болмайтын Африканың жағдай көрсетіп отыр, Африкадағы мемлекеттердің жағдай көрсетіп отыр. Әскери базалар ашылып жатыр. Өздерінің ықпалдарын күшейтіп жатыр. Қытайға деген кіріптары күшейіп келе жатыр. Ертең оның арты не болады? Қандай жағдайға алып келеді? Жақсы, Африка деген енді халқының саны өте көп, сосын Қытаймен ешқандай ортақ шекарасы жоқ. Ал біз ортақ шекарамыз бар, шекаралас мемлекет. Ертең мысалға қарызға әбден батырғаннан кейін біздің тағдырымыз қалай болады? Ол жағын терең ойлануымыз керек. Сондықтан мынандай елдерден біз қарыз алуымыз толық тоқтатуымыз керек. Қазақстанның өзі бай мемлекет. Мына жемқорлықты тиятын болсақ, жемқорлардың барлығының ақшасын Қазақстанға қайтаратын болсақ, ешкімнен қарыз алмай-ақ өзіміздің елімізді өзіміз өркендетуге толық мүмкіндігіміз бар. Демократиялық институттарды құрайық, демократиялық қоғам құрайық. Осындай демократиялық ашық қоғам болатын болса, әділетті сот жүйесі болса, парламент болса, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары болса, саяси партиялар болса, яғни кәсіпкерліктің өзіне кепілдіктер болатын болса, ертең біздің кәсіпкерлердің өздері біздің экономикаға ақша салады. Ешқандай Қытайдың, шетелдіктердің қажеті болмай қалады. Өзіміздің кәсіпкерлер ақшасын салып, елімізді өркендетуге тікелей қатысады. Ол үшін бізге өзгерістер керек, саяси реформалар керек. Мына бүгінгі Нұрсұлтан Назарбаевтың режимі оған ешқандай шамасы жетпейтінін біз көріп отырмыз. Қолынан келмейтінін көріп отырмыз. Сондықтан бізге нақты өзгерістер біз талап ететін уақытымыз келді деп ойлаймын. Мынау Қытайға қарызға батудың арт жағы оңай болмайтын. Қазір мына Қытайдың елшісінің әрекетінен қарай беріңіз. Бірде-бір шетелдік елші осы Қазақстанда отырған болсын, тіпті басқа мемлекеттерде отырған болсын, дәл осы Чжан Сяо сияқты дандайсып сөйлеп, осы Қазақстанның ішкі істеріне араласып отырған жоқ. Сайрагүл Сауытбайға байланысты мәселелерді айтты, басқа да толған мәселелерді айтып жатыр. Қарап отырсаңыз, бұл кәдімгідей бір өктем, озбыр мемлекеттің елшісінің әрекеті болып отыр. Ондай елшілер бізде керек жоқ, бізге Қазақстанға. Мына Қытайдың үкіметіне, Қытайдың билігіне нақты талапты қою керек. Кеше нота жолдаған кезде нақты сол мәселені айту керек еді. Мынандай елшінің бізге қажеті жоқ. Бұл Қазақстанда кәдімгідей бір араздықты қоздыратын, Қазақстанның халқын қарсы қоятын сөздермен әйгілі болған елші. Сондықтан бұл елшіңді өзіңе алып кет деп қоя беру керек еді, ондай Чжан Сяо сияқты елшілерді. Елші деген бетегеден биік, жусаннан аласа болып тыныш отыру керек өзі келген мемлекетте. Ол тек қана елші, яғни тек қана мына өзінің үкіметінің позициясын жеткізетін адам. Ал енді Чжан Сяоның жаңағы өктем сөйлеп, озбыр сөйлеп,
өзін бір қожайын сезінетіндей жағдайын көргеннен кейін бұл Қытайдың ресми позиция екенін біз көріп отырмыз. Неге Джан Сяо олай сөйлеп отыр? Неге жаңа Қызылағашта қақтығыс болған кезде Қытайдың консулы шығып өзінің азаматтарына бірден араша түсіп отыр? Біздің қазақ азаматтарын айыптап. Өйткені қарызға батырғанын біліп отыр бұл билікті. Бұл биліктің былықшылығын барлығын біліп отыр. Олардың ақшасы мына Қытайдың банктерінде, не болмаса Қытай арқылы аударылғандарын, Қытайдың инфрақұрылымдық жобаларына салынғандығын олар біліп отыр. Содан кейін кіріптар болғаннан кейін біздің билік алдарында құрдай жорғалап жүргені сондықтан. Осы себепті міне мәселенің барлығы ашық қойылу керек. Біз белгілі бір ат төбеліндей топтың мүддесі үшін қазақтың тәуелсіздігін тәрк ететін, қазақтың тәуелсіздігін қауіп төндіретіндей жағдайға бармауымыз керек. Осы бастан біз нақты талаптарды қойып, қазақтың жері шетелдіктерге сатылмайды, жалға берілмейді деген арнайы заңға өзгерістерді енгізуді талап ететін уақытымыз келді деп есептеймін. Сондықтан күрес нақты басталды. Амандық болса, осы карантиннің уақыты аяқталғаннан кейін, төтенше жағдай аяқталғаннан кейін біз осы жер үшін ашық күреске шығуымыз керек деп санаймын. Назарларыңызға көп рахмет. Алдарыңызда болған Жанболат Мамай.